Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Оразаларыңыз қабыл болсын. Ауызашардың бүгінгі мәзірінде өте дәмді, тойымды орама ханым тағамы, кейде жалқаудың мантысы деп те атап жатады. Қалай аталса да бұл тағам өте дәмді болып шығады. Сондықтан ауызашарға дайындап көріңіздер. Ендеше бастайық. Ең алдымен ораманың қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға су құямыз. Бір жұмыртқа саламыз және де бір шай қасықты толтырып тұз салып, тұзы ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Ол аралықта біздің ұнымыз електен өтіп дайын тұру керек. Ұнымыздың барлығын бірден салмай, осылай бөліп салып, араластырып қамыр илеуді бастаймыз. Бізде орташа тығыздықтағы қамыр иленіп шығады. Осылай жақсылап араластырып, ешқандай ұнның артық түйіршіктері қалмағанша қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Бізде орташа көлемдегі 2 зуала қамыр иленіп шығады. Мінекей қамырымыз дайын, осындай кішкене жұмсақтау болып келеді. Енді қамырымызды пакетке салып, жарты сағат уақытқа тындыруға қойып қоямыз. 15 минуттан кейін қамырды бір алып, тағы да басып алсаңыздар болады. Енді салмасына бізге фарш қажет. Мен асқабақта қосатын боламын, және де пияз, картошка. Енді салмасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дайындайсыздар. Асқабақ қоспасаңыздар да болады. Пиязымызды осылай көріп тұрғандарыңыздай өте ұсақ етіп турап аламыз. Картопымызды да ұсақтап, майда кубик етіп тураймыз. Құрметті көрермендер, менің каналымда күнделікті ауызашар мәзіріне арналған әртүрлі қазақ тіліндегі видео рецептер шығып отырады. Жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мінекей картошкамыздан кейін келесі кезекте біз асқабақты тураймыз. Асқабақты да дәл жаңағыдай ұсақтап, майдалап, кубик етіп тураймыз. Осымен біздің салмамыз дайын болады. Қазір енді дәміне қарай тұзын қосамыз. Мен бір ас қасықтай қостым, және де қара бұрыш саламыз. Сондай-ақ өздеріңізге ұнайтын кез келген дәмдеуіштерді сала бересіздер. Енді кішкене сұйық майдан құямыз, немесе орнына құйрық майды ұсақтап кубик етіп турап салсаңыздар болады. Енді салмамызды жақсылап біркелкі болғанша қолымызбен осылай мыжғылап араластырып аламыз. Осымен біздің орама ханымның салмасы дайын болады. Ал бұл уақытта біздің қамырымызда әдемі болып тынып дайын тұр. Қазір сіздерге көрсетейін. Июі қанған қамырдың беті көріп тұрғандарыңыздай осындай жылтыр, кішкене жұмсақ, беті тегіс келеді. Енді менің оқтауым кішкентай болғандықтан қамырды 2 бөлікке бөліп аламын. Орташа көлемдегі қамыр болады бізде. Егер оқтауларыңыз үлкен болса, бір зуала етіп жая берсеңіздер болады. Қамырды жаймас бұрын міндетті түрде қамырларыңыз дөңгелек, әдемі болып жайылу үшін осылай шет-шеттерін жұдырықтың көмегімен жақсылап басып, кішкене тегістеп алыңыздар, сонда қамырларыңыз бір келкі болып әдемі болып жайылады. Енді қамырды енді жайып үйреніп жүрген қыз-келіншектер үшін кішкене қамырдың жайылуын көрсетейін. Кішкене ғана ұн себелеп отырып, осылай оқтауға орап, қамырдың тек қана 2 шетін ғана басып отырып жаямыз. Қатты салмақпен баспаймыз, жай басып, осылай айналдырып, сағат тілімен жайсаңыздар өте керемет, бір келкі болып, бір жері қалың, бір жері жұқа болып қалмай, әдемі болып жайылады. Мінекей көріп тұрсыздар, қамырымыз дөңгелек болып жайылды. Мінекей осылай жұқалап қамырымызды жайып аламыз. Енді бұл қамырдың бетін сұйық маймен осылай жұқалап жағып шығамыз. Құрметті көрермендер, менің видеоларымды жай ғана тамашалап отырмай, ұнап жатса төмендегі поделиться батырмасын басу арқылы басқа да әлеуметтік желілерде, WhatsApp желісінде өздеріңіздің таныстарыңызға, туыстарыңызға жіберіп қойыңыздар, және де лайк басып отыруды ұмытпаңыздар. Мінекей қамырымызға енді ортасына жаңағы начинкасын саламыз. Салып алғаннан кейін жақсылап осылай қолымызбен басып, бір тегіс етіп, барлық жағына әдемі етіп осылай жайып шығамыз. Мен бұл қамырды бөлмей үлкен орама ханым етіп жасаймын. Арасы піспей қалады деп қорықпаңыздар, толықтай піседі. Сіздер орама ханымның кішкене жұқалау болғанын қаласаңыздар, қамырды ортасынан бір бөліп алсаңыздар болады. Енді дәл видеода көрсетілгенде ораманы ораймыз, қамырды жыртып алмай, асықпай осылай әдемілеп орап шығамыз.
Мінекей орамамыз дайын. Соңғы жағын жақсылап жабыстырып бекітіп алыңыздар. Пісу барысында ашылып кетпеу керек. Енді пісіретін мантоварканы міндетті түрде сұйық маймен жақсылап майлап аламыз. Одан кейін ораманы жыртып алмай, осылай аккуратно әдемілеп мантоваркаға саламыз. Соңғы жағын осылай ұштарын бір-бірінің үстіне қойсаңыздар болады. Мінекей бірінші қамырымыз осымен дайын. Енді екінші қамырымызды дәл солай жайып, салмасын салып, мантоваркаға орналастырамыз. Орама піскеннен кейін беті құрғақ болып кеуіп тұрмас үшін беттерін міндетті түрде осылай сұйық маймен майлап қоямыз. Енді осы уақыт аралығында суымыз қайнап дайын болып тұру керек. Қайнап тұрған суға қойып, буда 45 минут уақыт пісіріп аламыз. Егер мантоварканың қақпағында тесік болатын болса, оны міндетті түрде мата сүлгімен жауып қойғандарыңыз дұрыс. Мінекей салдық, енді толықтай пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің орамаханымыз әдемі болып, аппетитный болып пісіп шықты. Енді дастарханға ұсына берсек болады. Бетін осылай кішкене әсемдеп шықтым. Қаласаңыздар бөлек подлив дайындап ұсынсаңыздар болады. Мінекей осымен дайын болды. Біздің орамаханымыз өте дәмді, өте тойымды болып шығады. Ауызашарға жасап көруге кеңес беремін. Осы видео сіздерге ұнаған болса, аз да болсын пайдалы болған болса, тегін лайктарыңызды аямай басып, басқа да көптеген кісілерге көріну үшін мені қолдап, комментарий жазып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.